Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы әкімшілік жазаның түрлері. Бүгінгі тақырыпқа байланысты мен үш түрге бөліп қойдым. Үш мәселені қараймыз. Әкімшілік жазаның түрлері, негізгі және қосымша жазалар, әкімшілік жазадан босату негіздері. Осы үш мәселені талқылаймыз. Балалар, мен айтып өттім, бірінші мәселе әкімшілік жазаның түрлері. Яғни мен жалпылама сендерге әкімшілік жазаның түрлерімен таныстыра өтемін. Сосын жеке-жеке негізгі және қосымша жазаларды айтып өтеміз. Енді мен сендер таныстыра кетейін. Әкімшілік жазаның түрлері: бірінші, ескерту жасау; екінші, әкімшілік айыппұл; үшінші, әкімшілік қамаққа алу; төртінші, заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу; бесінші, қызметті тоқтата тұру немесе оған тыйым салу; алтыншы, арнайы құқықтан айыру; жетінші, рұқсаттан айыру немесе оны қолданылуды тоқтата тұру, сондай-ақ тізілімнен алып тастау; сегізінші, әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу; тоғызыншы, шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып тастау. Бұл тоғызыншы, яғни бізде азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан шет жаққа шығарып тастауды айтады екенбіз. Осы мен қазір айтып өткен жазалар бұл әкімшілік жазалардың түрлеріне жатады. Келесі, енді мен атап өткен 9 жазаның ішіндегі негізгі жазаларды айта өтейін. Әкімшілік жазалардың негізгі жазалары, негізі балалар, олар ескерту жасаудан тұрады, әкімшілік айыппұл және әкімшілік қамаққа алу. Негізгі осы 3 жазадан тұрады екен. Келесі, енді балалар, негізгі жазамен қатар қосымша әкімшілік жазалары да қолданылады екен. Негізгі жазаларға қатар беріледі екен, қоса берілетін жазалар да бар екен. Оларды атап өтейін сендерге. Бірінші, арнайы құқықтан айыру; рұқсаттан айыру не оның қолданылуын тоқтата тұру; тізілімнен алып тастау; қызметті не оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу; және шетелдіктерді, азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан шегінен әкімшілік жолмен шығарып тастау. Бұл жазалары жаңа жазалардың топтамасын айтып өткен болатынбыз, бірақ мен сендерге қазір бөліп айтып отырмын. Бұл негізгі және қосымша жазаларға жатады екен. Негізгі жазаларға қолданып отырып, негізгі және қосымша жазалардың түрлеріне жатады екен. Мен сендерге қазір балалар бөліп айтып отырмын, жаңағы жоғарыда атап өткен жазалар. Енді қосымша жазалар деген бар тағы да. Бөлек жаңа негізгі жазаларға, негізгі және қосымша жазалардан бөлек жазалар бар тағы да. Бұлар тәркілеу. Яғни тәркілеу дегеніміз балалар, бұл мүлікті тәркілеу. Я болмаса бір затты жаңағы негізгі жаза алған азаматтан ескерту алған, айыппұл қамаққа алған адам болса, мысалы азамат болса, қамаққа алған азамат болса, әкімшілік жазамен соның мүлкін тәркілеу. Тәркілеу дегеніміз сол екен. Және де заңсыз тұрып жатқан не тұрғызылып жатқан тұрғын үйді мәжбүрлі түрде бұзу. Әкімшілік жазаға тартылып, айыппұл салынған адам, я болмаса қамаққа алынған адамға қосымша жаза ретінде жаңағы жоғарыда айтылып өткен жазаларға қосымша берілетін әкімшілік жазалардың түріне жатады екен. Бұл мен айтып өткен 2 жазамыз. Ары қарай ескерту жасау. Жаңағы біз айтып өткен негізгі жазалардың бірі ескерту болады, не? Балалар, бұл ескерту жасау дегеніміз уәкілеттігі бар органдармен
шығарылады екен. Бұл дегеніміз яғни ішкі істер органдарымен жүргізіледі екен. Бұл жағдайда жаңағы ескерту жасалған жағдайда салынған құқық бұзушылыққа ресми түрде теріс баға беріледі екен. Яғни бұл сендердің құқық бұзған адамның жасаған қылығына теріс баға беріле отырып, оған тиымдар салынады екен. Бұл жағдай жазбаша түрде нысанда балалар жүргізіледі екен. Жазбаша нысанда құқық бұзған адамға қолына мінез құлқына жол берілмейтіндігі туралы, ол дұрыс нәрсе жасамаған туралы ескерту жазбаша түрде қолына беріледі екен. Келесі жаңа біз айтып өткен негізгі жазаның бірі, үш жазаның екіншісі бұл әкімшілік айыппұл екен. Балалар, әкімшілік айыппұл бұл әкімшілік құқық бұзғандығы үшін салынатын айлық есептік көрсеткішінен берілетін айлықтың бір мөлшерінен алынатын ақша өндіріп алу екен. Енді балалар, мен сендерге айта өтейін, айыппұлдың мөлшерлерін жеке-жеке атап өтейін. Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін 500 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек екен. Ал лауазымды адамға, жеке нотариусқа, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіптік субъектілерге, сондай-ақ жаңағы ұйымдарға, коммерциялық ұйымдарға, коммерциялық емес ұйымдарға, бұларға айлық мөлшері 750 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек екен, балалар. Және де орта кәсіптік субъектілеріне салынатын айыптың мөлшері 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек екен. Ал ірі кәсіптік субъектілеріне салынатын айыппұлдың мөлшері 2000 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс екен. Балалар, осы мен айтып отқан жазаларды мұқият қарап, және де дәптерлеріңе жазып отыруларыңды сұранамын. Келесі, жаңа мен айтып өткен бағана жазалардың түрлерін балалар жоғарыда айтып өткен болатын. Мен сендерге 9 жазаның түрін айтып өткем. Соның ішінде арнайы құқықтан айыру деген жаза бар етін. Бұл негізгі жазаға жатпайды. Негізгі жазаны айтып өттік. Негізгі жазаға ескерту, айыппұл және қамаққа алу дедік. Енді бұл арнайы құқықтан айыру дегеніміз, бұл бізде негізгі жазалар және қосымша жазалар деген топтамаға жатады. Бұны да сендерге түсіндіре кетейін. Арнайы құқықтан айыру дегеніміз, бұны судья қолданады екен. Яғни бұны сотқа жөнелтіп, соттың шешімімен жүзеге асырылады екен, балалар. Арнайы құқықтан айыруды сот шешеді екен. Арнайы құқықтан айыру мерзімі 1 айдан кем болмауға және 2 жылдан аспауға тиіс екен, балалар. Түсіндіңдер ме? Жазып аламыз. Және де бұл арнайы құқықты айыруды қандай жағдайларда қолданады десеңдер, бұны көлік құралдарын басқару құқығынан айыруды, масаң күйде куәландырудан жаңағы жалтару, жол көлік оқиғасы болған жерден не істеу? Кетіп қалу, қашып кету, балалар. Жол көлік оқиғасы болған жерден қашып кету, осы жағдайларда арнайы құқықтан айырады екен. Және де аң аулау, балық аулау құқығынан босату, құқығынан бұзу, аң аулау, балық аулау құқығын бұзу, және де аң аулау кезінде қаруды сақтау мен пайдалану тәртібін үнемі бұзып отыратын тұлғаларға осы арнайы құқықтан айыру жазасы қолданады екен. Көрдіңдер ме, балалар? Бұл көлік оқиғасы мас күйінде айдаған, мастан күйінде айдаған үшін, жол көлігі болған жерде
жалтарып қашып кеткені үшін және де аналау балалау жағдайларында өздерінің құқықтарын жөндеп пайдаланбағандықтан, тиым салынған жайттарды бұзғандықтан, қаруды дұрыс пайдаланбағандықтан осыны арнайы құқықтан айыруды сотта судьяның шешімімен іске асырылады екен бұл жағдайлар. Енді балалар, мен сендерге жаңағы айтып өткен тізімнің ішінде арнайы және қосымша жазалардың ішінде рұқсаттан айыру не оны қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ тізімнен алып тастау бар еді. Міне бұл жағдайда да балалар рұқсаттан айыруды судья қолданады екен. Көрдіңдер ме балалар? Бұны соттың шешімімен болады екен. Және де жаңағы біз айтып өткен айыппұлды өндіріп алу біздің Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жүзеге асырады екен. Ал енді ескертуді, бұны сотқа дейінгі процесте ескертуді, бұл айыппұлды салуды уәкілетті органдар жүзеге асырады екен. Осыны қолданылуын, тиым салуын, анықтауды, құқық бұзушылықты бұны уәкілетті органдар жүзеге асырылады екен. Енді балалар, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру 6 айға дейінгі мерзімде белгіленеді екен. Бұл 6 айға дейінгі мерзімде белгіленеді дегеніміз балалар, бұл кәдімгі күнтізбелік, яғни календарлық күнмен 6 айлық мерзім есептеледі екен. Бұл дегеніміз жұмыс күндерімен есептелмейді екен. Бұл дегеніміз календарлық күндермен 6 айға дейінгі мерзімде белгіленеді екен. Осымен календарлық күндермен есептеледі екен бұл жайлар. Енді біз бағана айтып өттік жоғарыда негізгі 3 жазаны. Соның 3-ші бұл әкімшілік қамаққа алу. Біз бұға дейін ескерту және айыппұлды айтып өткен едіміз. Енді 3-ші негізгі жазамыз әкімшілік қамаққа алу. Бұл әкімшілік қамаққа алу 9 тәулікке дейін уақыт аралығында, ал төтенше жағдайлар режимін талаптарын бұзғаны үшін 45 тәулікке дейінгі мерзімде белгіленеді екен балалар. Түсініңдер ме? Әкімшілік қамаққа алу 30 тәулікке дейінгі мерзім болса, ал жаңа төтенше жағдайлар бар ғой, бізге ескертпелер болмайды деген сияқты, бізге төтенше жағдайлардан кеп тұрады ғой. Вот осыларды біз тыңдамай бұзғандығымыз үшін біз 45 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алынады екенбіз. Енді балалар, әкімшілік қамақты қолданылмайтын тұлғалар да бар екен. Бұл қолданылмайтын тұлғаларды мен сендерге атап өтейін. Бұған жатпайды, қолданылмайды қамаққа алу. Бұл жүкті әйелдерге және де 4 жасқа дейінгі баласы бар әйелдерге қолданылмайды екен. Біріншіден. Екіншіден, 18 жасқа дейінгі адамдарға және бірінші, екінші топтағы мүгедектерге қолданбайды екен. Сонымен қатар 58 жастан асқан әйелдер мен 63 жастан асқан еркектерге пайдаланбайды екен, қолданылмайды екен. Яғни осы топтағы, осы 3-4 топтағы тұлғаларға бұл қамаққа алу, әкімшілік қамаққа алу жазасы қолданылмайды екен. Бұның орнына олар айыппұл, ескерту ретінде жазалар қолданылады екен. Ескерту, я болмаса айыппұл төлейді екен. Айыппұл төлеумен шектеледі екен. Балалар, осы мен айтып өткен 4 сатыдағы тұлғаларға әкімшілік қамаққа алу жазасы қолданылмайды екен. Және де балалар, енді мен сендерге жаңа айтып өттім, әкімшілік бұзған тұлғаларға қолданатын жазалардың түрлерін бәрін. Енді мен сендерге әкімшілік жазадан босату негіздері қандай жағдайда жаңа түрлерін айттық, қолдануын айттық. Енді әкімшілік жазадан босату негіздерін айта өтейін. Қандай жағдайда әкімшілік жазадан босатылады екен?
ескерту мерзімі өтуіне байланысты болса, яғни ескерту мерзімі, бағана біз айтып отырмыз ғой, ескерту беріледі деп. Осы мерзім өтіп кеткен жағдайда ол жазадан босатылады екен. Екінші, рақымшылық жасау актісі негізінде, егер де сол адамға рақымшылық жасалған жағдайда, ол осы жазадан босатылады екен. Мен айтып өткен жоғарыдағы жазалардан. Және де тараптардың татуласуына байланысты. Бұл дегеніміз екі тарап бірін-бірімен татуласуына байланысты бұл жағдайлар тоқтатылады екен. Бұл әкімшілік жазадан босатылады екен, яғни бұл тұлға. Бұл үшіншіде айтып отқанымыз, мысалға үшін татуласу дегеніміз, бұл мысалға үшін кешкісін 11 мен 6 арасында түнгісін тыныштық бұзбау керек қой, мысалға үшін жеке үйде, мысалы көп қабатты үйде тұрсаң, сондай жағдайларда түнгі көршілердің тыныштығын бұзған жағдайда сені әкімшілік құқық бұзушылыққа тартады. Мысалы тиым салған уақыттарда таңғы 6-ға дейін, түнгі 11-ден. Осы жағдайларда егерде екі тараптың бірін-бірімен татуласу болып жатса, ол тұлға әкімшілік жазадан босатылады екен, балалар. Мен сендерді түсінді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.